Құрметті менің алтын көрермендерім, баршаңызға сәлем. Бүгін осындай шпрот қосылған керемет салат жасайтын боламыз. Бұл салатты бұрындары жасайтынбыз. Егер ұмытқан болсаңыздар, немесе бірінші рет көріп тұрсаңыздар, онда менімен бірге болыңыздар. Осындай бір жуаны ұсақтап турап аламыз. Достар, менің каналыма егер тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыздар. Маңызды жерлерін жіберіп алмау үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Енді шұңғылдау ыдысқа жуамызды салып аламыз. Жуаның үстіне 1 шай қасық қант саламыз. Және 2 шай қасық 9%-дағы алма сірке суын құямыз. Бұдан кейін қайнап тұрған ыстық су құямыз. Су жуаның бетін түгелдей жауып тұру керек. Және араластырып жібереміз. Енді салат жасайтын ыдысымыздың түбіне майонезімізді жағып аламыз. Осыдан кейін картофымызды үккіштің үлкен көзінен өткіземіз. Вилканың көмегіменен осылай жаямыз. Аздаған тұз себеміз. Тұзды өз қалауларыңыз бойынша саласыздар. Енді майонез жағамыз. Өте дәмді салат шығады. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі кезекте шпротты осылай бөлек тарелкаға салып аламыз. Және ішінен 3 дана балықты бөлек алып аламыз. Ішіндегі езілмеген бүтін балықтарды таңдаған дұрыс. Ол ең соңында салаттың бетіне оформление жасауға керек болады. Енді бұл үшеуін бас жағынан кесеміз. Құйрық жақ бөлігі кескен бөліктен ұзындау болу керек. Енді балықтарымызды вилканың көмегімен осылай езіп аламыз. Өзінің майын үстіне осылай құямыз. Ол қазір картошкаға сіңіп, өте жақсы дәм береді. Енді манағы маринадтап қойған жуамызды суын төгіп, өзін осылай саламыз. Жуаның бетіне аздап майонезімізді жағамыз. Енді сәбізді осылай үккіштен өткіземіз.
Жұмыртқаны да осылай үкіштен өткізіп салаттың бетіне саламыз. Жұмыртқаның үстіне тұз себуді ұмытпаңыздар. Тұз сепкеннен кейін майонез жағамыз. Енді осындай қатты ірімшігімізді үккіштен өткіземіз. Салатымыз дайын болды. Осылай да ұсынуларыңызға болады. Немесе бетіне осындай балықтарды қойып, оформление жасауларыңызға да болады. Ол үшін осындай қасықтың көмегімен шұңқырлап аламыз. Сосын балығымызды орналастырамыз. Салатымыздың жиегін осындай жуаменен әсемдеп шоуға болады. Достар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазып кетіңіздер. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Егер қоңырау деген кнопканы басып, одан кейін все деген жазуды бассаңыздар, сіздерге менің жаңа видеомның шыққаны туралы хабарлама келіп түседі. Сөйтіп сіздер менің видеомды, менің каналымды жоғалтып алмайсыздар. Достар, салатымыз дайын. Енді 2 сағат холодильникке қойғаннан кейін дастарханға қоюларыңызға болады. Өте тойымды, өте дәмді салат. Сондықтан сіздер де жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Гүлнар Сапарқызы. Келесі видеоға дейін қош, сау болыңыздар.